2007 жылдың осы күнінде Алматыда Алпысбай Қазығұлов «Кескіндеме» альбомының таныстырылымы өтті. Ол абстракционизм және сюрреализм жанрында жұмыс істейді. Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесі, Бельгия, Нидерланды, Жапония, Ресей сәулет өнерінің кәсіпкер шеберлері көрмесіне қатысушы. 2003 жылы әлем өнеріне қосқан үлесі үшін Еуропалық өнер унициясының Масарик атындағы құрмет сыйлығының иегері. 1836 жылдың осы күнінде музыкалық баспагер Петр Юргенсен дүниеге келді. Эстондық балықшының ұлы 14 жасында баспа ісін үйрену үшін Астанаға аттанады. 25 жасында өзінің фирмасын ашты. Бір жылдан соң Еуропада алғаш рет Мендельсонның фортепианода ойналатын туындылар жинағын басып шығарды. Юргенсон 7000-нан астам шіркеу әндерінің туындыларын жария етті. Глинканың бірінші толық жинағын шығарды. Чайковскийдің тұрақты баспагері болды. 2013 жылдың осы күнінде Павлодардағы оқушылар сарайының Blaze эстрадалық би студиясының ұжымы Испанияның Ларет де Мар қаласында өткен Теңіз күннің көзі фестиваль халықаралық байқауында сәтті өнер көрсетті. Әлемдік сахнада Еуропа мен Азия мемлекеттерінің балалар және жасөспірімдер ұжымдары бақтарын сынады. Blaze студиясы 2 аталым бойынша бірінші сыйақылармен марапатталды. 1846 жылдың осы күнінде танымал орыс саяхатшысы Миклухо Маклай дүниеге келді. Оңтүстік Шығыс Азия, Австралия елдерінде және Тынық мұхит аралдарында антропологиялық және этнографиялық зерттеулер жүргізіп, ғылымда үлкен із қалдырды. Картаға жаңа бұғаз бен архипелагты енгізді. Өсімдіктің белгісіз түрлерін анықтады. Папуастар оны Таморус, орыс адамы деп атады. 2010 жылдың осы күнінде қазақстандық орындаушы Динара Сұлтанғалиева ТМД-ға мүше елдердің мемлекет аралық гуманитарлық ынтымақтастық қорының Витебск 2014 халықаралық эстрадалық әндер орындаушылары байқауының нәтижесі бойынша арнайы сыйлықпен марапатталды. Ресей мамандарының айтуынша қазақстандық жас әнші Динара өз қарсыластарынан жастығымен, әнді көрерменге шебер жеткізе алу қабілетімен, тіпті джаз стиліндегі әндерді жақсы орындауымен ерекшеленді.